Сәлем достар! Біз бүгін тон майдан жасалған тәтті әрі қуырылған картоп жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керектігі алдымен біз газымызды қосып аламыз, өзіміздің сковородкамызды қыздырып аламыз. Содан кейін тон майды ерітуге сұйық маймен қосып үстіне салып жүреміз. Содан кейін біз картоп пен жуаны дайындап отыруымыз керекпіз. Жуаны дәл осы видеодағыдай турап, осылай қуырып аламыз. Ал оған дейін біз картоптарымызды осылай қылып әдемілеп турап аламыз. Содан кейін осының барлығын саламыз. Тұзын дәміне қарай салсаңыздар болады. Осылай әдемілеп тұрып қуырып алдық. Өте дәмді тон майда жасалған картопымыз дайын болды. Және де ол өте дәмді әрі аппетитный болып шықты. Ал енді осының қасында салат жасаймыз. Өте оп-оңай 5 минуттың ішінде жасалып болатын салат. Ол үшін бізге крабовый палочкиді осылай таяқшалап турап аламыз. Капустамызды да жіңішкелеп турап дайындап қоямыз. Ол үшін бізге тағы да жұмыртқа керек болады, және де майонез керек болады. Барлығын осылай салома қылдыртып турайтын боламыз. Тағы да дәмін қосу үшін біз укроп қосатын боламыз. Осы ингредиенттердің барлығын бір ыдысқа саламыз. Содан кейін бұрыш қосамыз дәміне қарай, және де тұз қосатын боламыз. Көз мөлшерімен майонез қосатын боламыз. Осының барлығын дұрыстап араластыратын боламыз. Ал біздің өте дәмді салатымызды, тамағымызда дайын болды.